Түнгі құпия. Түн қараңғы, аспанда жұлдыздар жымыңдайды. Шалқар қаласының шетінде көне ағаштар қоршаған ескі үй тұр. Бұл үй туралы ел арасында талай әңгіме тараған. Біреулер мұнда елес бар десе, енді бірі бұл үйде бір кездері құпия жиналыстар өткенін айтады. Бір күні жасөспірім Аян досы Ерланмен бірге бұл үйдің сырын ашуды ұйғарды. Олар түннің бір уағында айдың сәулесімен жарықтанған жолмен үйге қарай бет алды. Үйдің іші қараңғы әрі тыныш еді. Аянның жүрегі тарсылдап, Ерлан фонарды жағып, қабырғаларды шолып шықты. Кенет бұрыштан әлсіз жарық жылт етті. Балалар елең етіп жарық жаққа қарай аяңдады. Бұл ескі, шаң басқан үстел үстінде жатқан кітаптың жарығы болатын. Олар кітапты ашқанда ішінен түсініксіз белгілер мен ежелгі тілде жазылған мәтіндерді көрді. Бұл не болуы мүмкін? Деді Аян таңданып. Бәлкім, бұл біреудің құпия жазбалары шығар, деді Ерлан. Сол сәтте терезеден салқын жел ұрды, кітаптың парақтары өздігінен ашыла бастады. Балалар үрейленіп артқа шегінді. Бейтаныс дауыс құлақтарына сыбырлай бастады. Мен сендерге еш зиян тигізбеймін. Бірақ бұл үйдің құпиясын сақтаңдар. Балалар аң-таң күйде бір-біріне қарады. Бұл дауыстың қайдан шыққанын түсінбей, үйден асығыс шығып кетті. Олар енді бұл үйге қайтып келмеуге бекінді. Бірақ сол күннен кейін Шалқар қаласында ерекше оқиғалар орын ала бастады. Аян мен Ерлан бұл түнгі құпияның сырын ешкімге ашпай, өз ішінде сақтап қалды. Аян мен Ерлан сол түннен кейін ешкімге тіс жармай, күнделікті өмірлеріне оралғандай болды. Бірақ екеуінің де ішкі сезімі тыныштық таппады. Әсіресе Аян кітаптағы белгілер мен жазбаларды түсінуге тырысып, ой үстінде жүрді. Бірнеше күн өткен соң Аян кітаптың бір бетінің суретін түсіргенін есіне алды. Ол суретті телефоннан тауып, белгілерді зерттей бастады. Интернет арқылы іздеу жүргізіп, ежелгі түркі жазуына ұқсайтын таңбаларды анықтады. Мәтін шамамен былай деп аударылды. Қасиетті белгіні тапқан адам, оның күшін дұрыс пайдаланбаса, өз өмірін қауіпке тігеді. Құпия тек сенімді жүректерге ашылады. Бұл жазба Аянды одан әрі қызықтырды. Ол Ерланға хабарласып, Ерлан, бізге қайта бару керек. Ол кітапта біз түсінбеген нәрселер бар, деді. Ерлан басында қарсы болды. Аян, ол үйге қайтып бару қауіпті. Бізге ол кітапты мүлде ұмыту керек. Бірақ біз ол кітапты оқыған соң ерекше бір нәрсені қозғап жіберген сияқтымыз. Егер оның артында әлде бір зұлымдық болса, біз оны тоқтатпасақ, басқаларға зиян келуі мүмкін, деп Аян досын көндірді. Түнде екеуі қайтадан үйге барды. Бұл жолы Аян шам алып келді, ал Ерлан батылдық үшін қалтасынан кішкентай пышақ салды. Үйге кіргенде бәрі бұрынғыдай тыныш болды. Бірақ кітаптың орнында болмауы екеуін таң қалдырды. Мүмкін біреу бізден бұрын келіп алған шығар, деді Ерлан. Жоқ, бұл кітап өзі қозғалған сияқты, деді Аян күбірлеп. Сол кезде бұрыштан тағы да әлсіз жарық жылт ете қалды. Олар жарыққа жақындағанда қабырғада құпия өткелдің есігін көрді. Есіктің алдына таспен жазылған белгі қойылған екен. Бұл жерге тек таза ниетті адам кірсін. Біз мұны ашуымыз керек, деді Аян шешімді түрде. Ерлан басын изеді. Олар есікті ашқанда ішінде қараңғы, ұзын дәліз басталып тұрды. Бұл жолдың соңында не күтіп тұрғанын ешкім білмеді, бірақ екеуі де батылдықтарын жинап ішке кірді. Дәлізден өткен сайын ауаның салқындығы арта түсті. Бір кезде олар үлкен залға тап болды. Залдың ортасында алтыннан жасалған үстел мен тағы бір кітап тұр еді. Бірақ бұл кітаптың беттері ашылған, ал ішінде жарық шашқан белгі жанып тұрды. Бұл кітап бізге не айтқысы келеді? Деп сыбырлады Ерлан. Осы сәтте кітаптың ішінен бейтаныс дауыс қайта естілді. Егер құпияны ашсаңдар, сендердің өмірлерің бұрынғыдай болмайды. Бірақ бұл сендердің таңдауларың. Екеуі бір сәтке ойланып қалды. Біз таңдадық, деді Аян батыл үнмен. Құпияны ашып, оның артында не жатқанын білгіміз келеді. Кітап жарқырап, айнала жарыққа толды. Зал терең тыныс алғандай бір дірілдеп барып тыныштық орнады. Енді олардың алдында жаңа әлемнің есігі ашылғандай көрінді. Кітаптың жарығы бірте-бірте бәсеңдеп, айналада таңғажайып көрініс пайда болды.
Аян мен Ерлан тұрған зал өзгеріп, орнын биік ағаштар мен жұмбақ өсімдіктерге толы орман басты. Бұл әлем мүлде басқа еді, аспанда көзге таныс емес иік ай көрінді, ал ауадан тәтті, хош иіс тарады. Бұл қай жер? Деп Ерлан сыбырлады. Біз кітап арқылы басқа өлшемге өткен сияқтымыз, деді Аян. Олар орманды аралап жүріп, алыстан әлде бір дыбыстарды естіді. Бұл дыбыстар табиғи емес еді, құстардың әні мен судың сыбдыры араласқан әуен секілді. Олар дыбыс шыққан жаққа бет алды. Бірнеше минуттан кейін екеуі орманның ортасында орналасқан үлкен көлге жетті. Көлдің беті айдың сәулесіндей жарқырап тұрды. Бірақ олардың назарын көлдің жанында тұрған фигура аударды. Бұл ұзын бойлы, ақ шапан киген, жартылай жабық бір адам. Сендер бізді іздедіңдер ме? Деп жұмбақ бейне сұрақ қойды. Даусы терең әрі сенімді шықты. Біз тек кітаптың құпиясын ашқымыз келді, деді Аян батыл түрде. Бұл кітап сендерді осында келу үшін жасалған. Бірақ әрбір таңдау өз салдарын алып келеді. Сендер дайынсыңдар ма? Екеуі бір-біріне қарап бас изеді. Біз дайынбыз. Бейтаныс фигура қолындағы таяқты көлге қарай сілтеді. Сол сәтте судың бетінде жазулар пайда болды. Бұл жазулар кітаптағы таңбаларға ұқсас еді. Аян мен Ерлан судың бетіне үңілгенде жазулар баяу дауыспен оқыла бастады. Таза жүрек пен батыл жан ғана бұл жолда жүреді. Егер сынақтардан өтсеңдер, адамзатқа көмектесетін ұлы құпияны табасыңдар. Кенет көлдің ортасынан алтын көпір пайда болды. Сендерге алда бірнеше сынақ бар. Бірақ естеріңде болсын, тек шындықпен бір-біріне деген сенім сендерді аман алып шығады, деді бейне. Аян мен Ерлан көпірге қадам басты. Әр қадам сайын айнала өзгере бастады. Олар енді көне ғимараттың ішіндегі үлкен дәлізде тұрды. Дәліздің қабырғаларында суреттер мен жазулар бейнеленген. Бұл жер көне өркениетті мекені болуы мүмкін, деді Аян. Бірақ бұл өркениет біз білетін тарихта жоқ сияқты, деп Ерлан жауап берді. Дәліздің соңында үлкен есік тұрды. Оның үстінде шындықты іздеген жүрек қана мұны аша алады деген жазу бар еді. Екеуі есікті итеріп ашқанда қараңғы бөлме пайда болды. Бөлме ортасында кішкентай тас тұғырда тағы бір кітап тұрды. Аян кітапты ашқан кезде оның беттері жарқырап, бөлмені жарық толтырды. Кітаптан сөздер шығып, ауада ілініп тұрды. Соңғы сынақ, сендердің біреуің өз армандарыңды құрбан етіп, бұл әлемді құтқаруға дайын болуға тиіс. Бұл не дегені? Деді Ерлан. Бізден біреу үлкен құрбандыққа баруымыз керек, деді Аян. Бұл кітап тек ерлік пен өзімшілдікке орын жоқ екенін ескертеді. Бөлменің ішінде тыныштық орнады. Ерлан ұзақ ойланып былай деді. Аян, сен әрқашан ақылдырақ болдың, болашаққа деген үлкен жоспарларың бар. Ал мен өз өмірімді осы жолға арнауға дайынмын. Бұл сенің міндетің емес. Жоқ, Ерлан, біз мұнда бірге келдік, бірге шешім қабылдауымыз керек. Дәл осы сәтте кітаптан тағы бір дауыс шықты. Таңдау еркіндігі маңызды. Бірақ бір нәрсе анық, өзара құрмет пен сенім бәрінен биік. Сөздер қайтадан кітапқа сіңіп, бөлмеде жарқыл пайда болды. Олар көздерін ашқанда өздерін бұрынғы залда тапты. Бірақ енді кітап жоқ еді. Бұл не болды? Деді Ерлан таңданып. Бәлкім, біз кітаптың құпиясын аштық. Бірақ шын құпия, бірлік пен құрбандықтың күші, деді Аян. Сол түннен кейін екеуі бұл оқиғаны ешкімге айтпауға уәде берді. Бірақ олардың өмірлері өзгерді. Олар енді шындық пен әділдік үшін күресуге дайын жаңа мақсатпен өмір сүрді. Ал ескі үй ол енді мүлде босап қалды.